Назар аударайық, назар аудар, Орал. Назар аударамыз, Орал қаласы сіздерге беймәлім Альбина сұлулық салоны. Естіп өтсің ей? Ұстара ғой, не істен қорқасың? Бұдан кезінде Сталин да қорыққан. Қорқса қорыққан, ол өйткені ел басқарған, сен неге қорқасың? Мен де құр адам емеспін, шырағым. Сіз кімсіз? Әкіммін. Онда не істен қорқасың? Айтпақшы, сізге бір керемет сән үлгісі бар. Қандай? Төбесін тақырлапсақ, жандарын кәдімгідей қалдырып қояйық шаштарын. Ол неге? Ол неге? Қалай? Қалып ойлап жүрген сияқты болып көрініп тұрады ғой сырттан. Қалай? Ала бер. Құлағымды кестің ғой. Кешіріңіз, байқамай қалдым, әдейі. Мыналардың шашауы өлмейді. Мен де келмеймін, мүлдем. Кім? Айта қойшы. Кім ол? Әкім ғой. Не оған? Байқамай құлағын кесіп алды. Енді? Білмеймін, жұмыстан шығып кететін шығар. Мен қайдан білейін? Осылай қызығай. Қазір былай қарап отырсаң, Оралда су қымбат. Қымбаттап жатыр бағасы. Ыссы су, салқын су өз алдына. Газ өз алдына. Свет өз алдына қымбаттап кетті ғой. Енді осындай жоғарыда отыратын ағамыз кейін бетін айтты демейсің бе? Айттым, мен жоғарыдағыларға да айттым, төмендегілерге де айттым, қарама-қарсы тұратын көрші апайға да айттым. Біреуі тыңдап отқан жоқ, КСК-дан күн сайын арыз келеді. Тіпті келіп болды. Давай. Мүмкін басыма шығып отырасың? Давай. Бірақ байқыған үн қачы шығар, Малақайыңыз шешті, бас киіміңіз шешті тастаңыз. Тимей ол мен тұмарым бес бә? Тұмарды мойынға тағат. Басыңызға киіп алған сұқанан? Жай мына тұмарының жібі жоқ болды, тосын басыма киіп алды. Не ұрбаңдап тұрсың сен? Шаш қиюға келдің бе? Не? Шаш қиюға келдің бе деймін? Жоқ, түс жылдыруға келдім. Самат! Мынаны түсін жылпын шан жаққа апарып. Сен бе? Давай. Болса ғой қыздың бәрі қарлығаштай, өн бойына сіңірген инабаттылықты жастай, кәндекпен төсін ашпай көрінетін сұлу болды. Қалай, жұрыстыға отырысты қара, аяқ киімді қара. Сіз қазір дала ақындарының аяқ киімдері сән үлгісі өзгерген байқайсың ба? Қайда алдың аяқ киімді? Қазір айтам, тыңда, мен Астана қаласына жарысқа келдім, кетті. Сағат 17:30 сәрсенбінің сәті, пойыздағы танысу, әңгімеміз тәтті, вагонымыз қозғалды, сапарымыз сәтке, қолда қызыл ала, ойын валет мәтке, интернетке ренжіп жатыр кетіп қалған сетке, қызымен сөйлес алмат, кірілмейді агентке, сары капюшонмен кеп келген досым, тамбур, темекі, пойыз деген осы, кіріп келет бір апай, жабылмайды аузы. Газет, журнал, өтпей жатыр пауза, сапалы дүние емес, қызығаттың бәрі, қазір керек емес, келіп кетер әлі, терезеден көрінді, түрінсізді жатыр, вагон іші тым-тырыс, наушникте жатыр, проводник киінді, яғни бізде станция, бәтеңкені байладық, Made in Франция. Франциядан алдым. 2 сағат бойы соны айтып жатсың ба? Жақсы, алып болды, мұнап тұрма, айнаға қарап жіберіңіз. Жақсы ма? Жуып жіберейін мен. Жуып жібер бар, айнаға көрсете қойшы. Міне қабаттар. Ойнап айтқан жоқпын ба? Сол керек өзіңе. Айналайды шырағым. Ардагерлерге, ұлы отан соғысына қатысқандарға шашауы тегін бе? Сіз ардагерсіз бе? Ардагермін ғой. Бәсе, ордерді басыңызға тағып алыпсыз ғой. Әзілдей берме бала. Ордені ме дейсіз бе? Мади! Ау! Мына шалдың шашын алып тасташы. Мен қалай алам, өзін алшы. Шал ғой, не сен керек, алып тастай қойшы. Ей бала, шал деме? Шал деп, мына өзінің жанұясына сөз етпейтін адамды шал дейді шырағым. Қария деп, мына өзінің отбасына, көрші көлеміне сыйлы адамды қария дейді. Білдей ауылды басқарып отқан адамды ақсақал дейді шырағым. Осыны қаперіңе түйіп ал. Ал мені шал дей бер. Бұлай қайтартса шашымды. Бұлай қайтартсаң ба? Мына қарда қайтартса. Керемет. Ой, рахмет. Сау болыңыз, ақсақал. Рахмет, өнер көркіне берсін. Аға, келіп тұрыңыз.
Қазір бұрынғы ақсақалдар ақсақал, қазір ақсақалдар қазір ақсақал. Сендердің түрлерін танысай, мен сендерді бір жерде көрген сияқтымын ғой. Шүкір ел аузында жүрміз. Назар Жаңа келіп кеткен сендер емес пе не? Шаш қиып Біздер Астанаға кетіп бара жатық 1-8 ойына. Шашты алып тастау керек. Келіңіз, келіңіз, отырыңыз. Қалай алайын? Шаш ал. Қақал де. Жоқ, алып тастау керек шашты, әдемілеп бір. Мен ойнап айтамын, әзілдеп жатқанмын, қайдан білейін. Айтпақшы әзілдемексің, мен саған бір анекдот айтып берейін. Да? Былтыр деппін ғой. Аңдардың патшасы Арыстан бүткіл бәрін жинап алып бөріған. Шашқа берейік. Не ғой, мынаны шашын мына жағын жұқарлатып алыңыз, мына жағын жұқалатып алыңыз, артын көтеріңіз, үстін көтеріп, кіші әп әсем ет беріңіз. Аузың жауып тұршы, өзім алам. Мынау өнерлі ғой, тағы не істей аласың басқа? Бұл бала деген ана, киноны білесіз ба, оңбақ деген, сондағы бүйт ұстайтын шалы бола алады. Мына жағын шасын алып, мына жақ шасын апарттарын көтеріп, жоғар жағын көтеріп, әп әсем алып беріңіз. Бұрын көрген жоқпын, сен кімсің? Мен едім, мен арында жүргенде, еңіреп жүрген ер едім. Астанаға жай барасыңдар ма? Жай болғанда пойыз қалай жүреді, солай барамыз ғой. Не ма? Енді Жайдарманға баратсыңдар енді. Біздің сұлулық салонды бірдеңе көрсетіп жіберіңдер анда. Көрсетеміз міндетті түрде. Көрсетесіз ба? Осы жалпы қандай мақсатта баратсыздар Астанаға? Мақсатымыз ба? Мақсатымыз Астанаға жету, әзіл ойнап бір дем алып кету, әзіл қалжың ойын күлкі думан, жастарымыз өнер жолын қуған, жастарымыз өнер жолын қуған. Ла 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 лай, ла 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 лай лай, ла 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 е. Жалпы достар, естеріңізде болса, біз кішкентай кезімізде біздің тырнағымызды аналарымыз алып беретін еді. Қыздар, естеріңізде болса, сіздердің шаштарыңызды бұйралап, жеңгелеріңіз бұйралайтын еді, біздің жігіттердің шашын қисық-қисық етіп жезделеріміз алып беретін еді. Қазір заман өзгерді. Қазір қыздар бұлай тұрсын, үлкен ағаларымыздың өзі қолының, аяғының тырнақтарына маникюр, педикюр жасайтын болды осында келіп. Педикюр, иә. Ақыл айтатын жеңгелеріміздің өздері осы сұлулық салонынан шықпайтын болды. Ал шашымызды қидырғыларыңыз келсе, Ақболатқа келіңіздер.